Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Тойдың болғанынан болатысы қызық дегендей, әупіремдеп жүріп жыр болған сайлау өте шықты. Сайлаудан кейін мәжіліс пен мәслихат депутаттарының құрамы бір шама жаңарып қалғаны байқалады. Жаңа мәжіліс құрамы жан-жақты әрі салмақты. Оның ішінде ақын да, тілші де, блогер де бар. Қысқасы, іздегеніңді табасың. Бүгінгі біз айтатын тақырыпта дәл осы сайлау турасында болмақ. Ендеше бағдардың кезекті санын бастаймыз. Биылғы жылдың 19 қаңтарында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мәжілісті таратып, палата депутаттарының кезектен сайлауын 19 наурызға белгілеген еді. Тоқаев сайлаудың әділ өтетінін бас айтты. Ал сайлаудағы заң бұзушылықтар ше? Оны кейін айтамыз. Сайлау күні белгіленген соң мәжіліс құрамында болған бұрынғы депутаттар жанталаса қызмет етті. Республикадағы барлық тіркелген 7 саяси партия жаңа Қазақстанды аралап, жағдайды көзімен көрді, көңілге түйді. Теледебат ұйымдастырылып, үміткерлер тілдеріне ерік берді. Бұл сайлауалды оқиғалар еді. Енді басына көшейік. Дауыс беру басталған сәттен кейін түрлі сұмдық жағдайларды көз көрді. Жаңа Қазақстанның жалауын желбіретіп жүргенде ескі Қазақстанның әдісі саналатын дауыс ұрлау қайта бой көрсетті. Елдің түкпір-түкпіріндегі сайлау учаскелерінде заң бұзушылықтар болып жатты. Бақылаушыларға кедергі келтіріп, дауыс санау кезінде әділетсіз әрекет еткендер де болды. Мешайте. Я стою там, и я не нарушаю закон. Вы мешаете людям. Отсюда вам все видно, как и людям. Вот они сидят, ничего не делают. Они им все... Қалған бақылаушыларда ешқандай претензия жоқ. Сіз қайта-қайта мен 3 рет кетіп базамды алғаныңыз үшін мен өкілдерге... Жақсы, заңның қандай бабына сүйене отырып мені шығармақсыз? Сайлау бұл елдің өмір сапасына әсер етуші фактор. Халықтың жағдайын басқа арнаға бұрып, қалтасының қамын ойдайтын, сатқындыққа барып, масқара болудан жасқанбайтын жандарға сөз шығындауға да болмас әрине. Бірақ мұндай тоғышарлардың қолына кісен салынып, жазаға тартылуы тиіс. Ал енді ұлты үшін ұлтарақ, халқы үшін қалқан боламын деп белін бекем болған депутаттар жайлы сөз қозғайық. Биыл мәжіліс құрамында ел арасында абыройға ие болған, халықтың махаббатына бөленген азаматтар бар. Солардың бірі айтыскер ақын Ринат Зайытов. 2019 жылы халықты билікке қарсы шеруге бастаған ақын қолына тізгін алды. Заң жаттаймын деген Зайытов дегеніне жетті. Аманат партиясының атынан сайлауға түсіп, депутат атанған ол енді түйткілді мәселелерді шешуге ат салсамын деп ағынан жарылды. Бір қызығы, Зайытов сайлауда заңсыздықтар болғанын айтып, мұны мойындау керек екенін атап өтті. Сондай-ақ заң бұзушылықтарға шағымданған азаматтарды соңына дейін баруға үндеген еді. Айтыс өнерінің белді азаматы домбырасынан әуенмен бірге шындықтың үні естілетін елінің сүйікті ұлы депутат мандаты арқылы еліне пайдасын тигізеді деп сенейік. Депутат атанып, сол күні-ақ көпшіліктің теріс пікірін естіген Ардақ Назаров та тілшілердің сұрағына жауап бермей сынға қалды. Азаттық тілшісі Ардақ Назаровтың журналистердің сұрақтарына жауап бермей кетіп қалған сәтінен бейне жазба жариялаған еді. Неге журналистерге тоқтап жауап бермесіңіз деп жатырсыз? Жауап беріңізші бізге. Қаңтар оқиғасында оқ атқан, оқ атуға бұйрық берген адамдарды жауапқа тартуды талап етесіз бе деген сұраққа біз әлі жұмысқа кіріскен жоқпыз ғой деп жауап берді әлгі. Тілшінің жұмысқа кіріскен соң кірісесіз бе деген сұрағына депутат амандық тілеймін депті. Оқ атқан және оқ атуға бұйрық берген азаматтарды билік өкілдерін жауапқа тартуды талап етесіздер ме? Аман болыңыздар. Алла тағала елге тыныштық берсін. Біз әлі жұмысқа кіріскеніміз жоқ қой. Кейін су жаңа депутат мәжіліс фойесінде тұрып, енді бой үйретіп жатқанын айтып, тілшілер қауымынан кешірім сұрады. Депутат мандатымды алып, одан кейін барып, ант бергеннен кейін жауап беремін дедім. Міне ант бердім, мандатымды алдым. Ант беріп алайын, сосын шығам деп айтсам. Сіздің өтіп бергеніңіз мен сізге
кешірім сұраймын. Әсел жаным, рахмет. Мәжіліс сайлауының тартысты өткеніне тағы бір мысал бар. Бұл Арман Шораев пен Дәулет Мұқаевтың депутат мандатына таласу еді. Былтыр ғана депутат болғым келмейді, маған халық пен билік арасындағы көпір болған тиімді деген Мұқаевтың мандат дегенде ойы өзгеріп қалды мекені. Жауабын су жаңа депутаттың өзі айта жатар. Ал оның бір округтағы қарсыласы Арман Шораев 19 күні өткен сайлауда заңсыз деп тануға шақырды. Мәжіліс депутаты атанған журналист Ермұрат Бәпи де сайлаудың ең үлкен өкініші Арман Шораевты өткізбе болды деген пікір айтты. Сондай-ақ Шораевқа қарсы тырнақша ішінде охота басталуы мүмкін екенін айтып ескерту жасады. Алматыдағы номері 5-ші округтен депутаттыққа үміткер мәжіліске өтпей қалған Мұхтар Тайжан халық парламентінің құрылатынын айтып, сайлауды заңсыз деп тануға шақырды. Бір топ белсенділер жиналып, құжатты бас прокуратураға жіберетіндерін мәлімдеді. Ал орталық сайлау комиссиясының басшысы Нұрлан Әбдіров бәрі таза өткенін айтады. Ресми дерек бойынша сайлау кезінде 40 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Олардың арасында сайлау бюллетенін өзге адамға беру сияқты заңсыздықтар бар. Бұл сайлаудың таза өтпегеніне дәлел болса керек. Берекені бірліктен, табысты еңбектен іздейтін қазақ халқы үшін ел мүддесі бәрінен биік. Қаңтар оқиғасынан кейін халық ызалы әрі азалы. Мұндай жағдайда ел ерге қараса, ер жерге қараса не болмақ? Мәжіліс креслосына жайғасқан барша азаматқа сәттілік тілейміз. Әлгі жаман мысық қол жетпеген еттің бәрін арам депті ғой. Біз ондай емеспіз ағайын. Осымен Бағдардың кезекті сәні тамам. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққан шағайын.